Шығыс Қазақстан өнер мұражайында шуақты шығыс көрмесі ашылды. Суретшілер өз туындыларында аймақтың тұмса табиғаты мен өңірге белгілі тұлғаларды бейнелеген. Көрмеде ұсынылған туындылар түрлі жанрды қамтиды. Жаңғыру бірлестігінің мүшелері жыл сайын жаңа картиналарын салу үшін аймақтың көрікті жерлеріне аттанады. Бұл көрмеге бұрыннан қатысып жүрген осы бірлестіктің мүшелері, оны қалыптастырушысы жаңағы жетекшісі Құлаш ағамыз, үлкен жаңағы аға суретшілер Ержан Тұрғанбай, Бекбердинова, Гүлнар апайларымыз және де жастар бар. Сонымен бірге бұлардың қатарына жас студенттер және де оқушылар да қосылып отыр. Яғни бұл жаңа жаңғыру суретшілер бірлестігінің жаңарып, жастарды қабылдап үлкейіп келе жатқандығын байқатады. Жалпы 11 автордың 40-тан астам 48 туындысы осы жаңа көрмеге қойылып отыр. Қылқалам шеберлері осылайша өңірдің әсем табиғатын өнер сүйер қауымға паш етеді. Айтатын болсақ, жаңғыру деген жәнеге жаңаша өзгеру, мысалы суретшіге, өнер адамына бір неде деңгейде тоқта қалуға болмайды. Үнемі дамып отыру деген ол үшін адамдар бір-бірімен қарама-қатынас керек адамдардың арасында. Өзімен өзі қалса, ол тоқта қалуы мүмкін. Көрмеде ұсынылған туындылар келушілердің жоғары бағасын алып үлгерді. Қарақат Жақсылықызы, Ирина Санникова, Мадияр Қабидеш, Алтай ақпарат.